Әлеуметтік желідегі неше түрлі сайттарды қарап отырсаңыз бар ғой, қызықтырады. Тақырыбы қызық. Мал табу дейді. Жақсы. Мал табу деген не? Мал табу деген бірімді екіге қосып, екіні үшке қосып, үшкіні төртке қосып, еселеп еңбек ету деген сөз ғой. Бұл мал табу қазақтың қанына сіңген қасиет, аяғдан бір қасиет. Мал табу бұл қасиетті кәсіп. Мынау жүгіргеннен жүрген жақсы, жүргеннен отырған жақсы, отырғаннан жатқан жақсы дейді. Бұл жалқаулардың жұмысы. Ол керісінше айтып көріңіз осыны. Жатқаннан отырған жақсы, отырғаннан жүрген жақсы, жүргеннен жүгірген жақсы дейді. Мал табу деген жүгіріп жүріп істейтін бұл жұмыс. Баяғыда біздің кешегі кеңес өкіметі кезінде жұрттың бәріне белгілі, әсіресе біздің оңтүстікте болған бір кәсіпті айтайын. Баяғыда біздің ақтаяқ ұстап ақтылы қой айдаған шопан аталарымыз, қойшы аталарымыз мемлекеттің жем-шөбінен, мемлекеттің есебінен бәрі қаржыландырып жағдайларын жасап тұрады. Сонда соған совхоздың директорлары, ауданның басшылары, прокурорлар, милиция бастықтары жаңа қойшыларға қойын қосып қоятын болған. Малын жылқышыларға жылқысын қосып қояды. Неге? Өйткені ол дайын нәрседен анау өкіметтің малымен бір, өкіметтің жеген шөбін бұлар да жейді, өкіметтің жеген жемін бұлардың да қосқан малы жеп, сонымен арғы келесі жылды төлдіп, соның есебінен бизнес жасайды ғой. Соған біздің ауылда бір ағамыз, атамыз қой жеген, соған прокурор 100 қойын қосып қойды. 100 қойын. Келесі жылы ол енді құрғанда 200 қой болу керек қой, төлдейді. Кемінде әр қозы, әр саулық бір қоздан туғанда ол кемі 200, немесе 200-ден астам болу керек. Сол 100 қойын қосып қойып келесі жылы қанша болғанын білейін деп келсе, ойбай деді прокурорға. Сіздің қосқан 100 қойыңыздың біреуі де тумады депті. Ол қалай? Білмеймін депті. Осы қошқардың барлығы, сіздің қосқан 100 саулығыңызды бұл прокурордың қойы. Прокурордың қойы дегеннен кейін бәрі қорқыты ма, қошқардың бәрі ешқай шапқан жоқ депті. Соған бұл енді әзіл қалжыңдап айтқаны ғой енді. Міне, біз кеше кеңес өкіметінің кезінде де мал табудың жолдарын құйтырғы жолменен, басқа жолменен келдік. Ал бүгінгі заман біздің егемен ел болдық, етек жеңімізді жидық деп жатырмыз. Қазір прокурордың қойын қоса алмайды. Адал кәсіп. Әркім өзінің қойына өзі ие, әркім өзінің ойына өзі ие. Мал табу деген сөз, ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ол іскер жігіттердің ісі, кірлігі.